Бәріңе сәлем достар, сендермен Лео Кезет арнасы. Бүгін бізде видео менің клавиатурама обзор және осы механикалық клавиатураның дауысын қалай бәсеңдетуге болатыны туралы видео түсіретін боламыз. Достар, бәрің білетіндей, менде механикалық клавиатура HyperX компаниясыныңкі Alloy FPS қызыл подсветкамен. Так, бізде комплектте міне осылай тұрады клавиатура. Так, ішін ашып көретін болсақ, так, міне осындай коробкада тұрады. Коробканы ашатын болсақ, міне осындай қорапшада міне клавиатураның өзі болады. Қазір сендерге ашып көрсетейін. Так, міне клавиатураның өзі. Менде енді шаң басып кеткен, міне кір осын жуу керек. И бізде комплектте мына жерде қосымша клавиатуралар бар. Менде ол уже қойылған, как-то қызыл, там қара, мен W асты да қызыл, и 1, 2, 3, 4-ке арналған қосымша батырмалар да, кнопкалар. И комплектте мынандай шнуры бар, бұл енді бәрің білетіндей жалғанат. Неге? Системный блокта. И мынандай осындай бір нәрсесі бар. Ол клавиатураларды былай аккуратно жұлып алу үшін арналған. Так, механикалық клавиатураның несі жақсы? Так, механикалық клавиатураның біріншіден дауыс, ал екіншіден керек емес клавиатураларды жұлып алсақ болады. Мысалы, керек емес па, аламыз, лақтап тастаймыз. Мысалы, Windows мешет етемі ойнауға аламыз да лақтап тастай саламыз мысалға. Деген сияқты жалпы комплектте осылай тұрады клавиатура. Ал енді клавиатураның подсветкасына келетін болсақ, клавиатураны былай төмен, орташа, жоғары, қатты осылай жандыруға болады. И мынандай режимдері бар. Так, FN-мен бүйтіп ауыстырсақ, өшеді, жанады, өшеді. Так, келесі режим бізде әр кнопканы басқан кезде жанады. Ал одан кейін вообще өшік тұрады. Мынандай волна болып, толқын сияқты бүйтіп өтетін режимі бар. Осы сияқты. И бұл клавиатура мен телефонды зарядтасақ болады. Міне, мына жерде арнайы телефонға арналған. Міне, через осы арқылы телефонды зарядқа қойсақ, тез зарядтайды. Ал енді механикалық клавиатураның мынандай дауыстарын қалай бәсеңдетуге болатынын көрсетейін. Так, механикалық клавиатураның дауысын бәсеңдету үшін біз AliExpress-тен мынандай демпфер деген нәрсені заказ берген болатымыз. Осыдан бір ай бұрын кеше келді почтаға, бүгін алдық. Енді осыны клавиатураға қойып көреміз. Так, міне AliExpress-тен алған затымыз. Ішіне мынандай тағым біреуін сал жерді. И мынандай резинкалар. Қазір ашып көреміз. Так, міне аштық үшін мынандай резинкалар домалақ. Осыны енді клавиатураның астына қоятын боламыз. И қазір тест жасап, дауыс өзгере ма, қанша процентке төмендейтінін тексеретін боламыз. Короче, міне демпферді, міне үшін резинканы. Так, не бізде подсветка жоғары. Так, міне. Так, клавиатураның астына міне қойдық демпферді, резинканы. И оны аламыз да, так, клавиатураға саламыз. И наны просто так екіншісін просто так салып көрейік. Қазір екеуін салыстыратын боламыз. Так, мынау обычно басылып жатыр, и мынау демпфермен.
айырмашылығын көрдіңдер ме? Көмектескен сияқты, енді максимум жоқ қылмайды, примерно бір 50-60%-ға дауысын азайтты деген ойдамыз. Екеуінің айырмашылығын. Мынау демпфермен, мынау демпферсіз. Қазір мынау демпфердің барлығын бүкіл клавиатураға жалғайтын боламыз. Жалпы бүгінге видео осы. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазыламыз, комментарий жазамыз. Сендермен болған мен Лео, әзірше сау.